Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз артикльдер тақырыбы туралы өтетін боламыз. Жалпы бізде ағылшын тілінде 3 артикл бар: a, n және де the артикльдері. Және де біз осы артикльдерді тек қана зат есімдердің алдына қоямыз. Яғни кітап, не болмаса басқа да заттарды айтқан кезде. Және де ағылшын тілінде бізде зат есімді noun деп аударамыз. Ең бірінші a және де n артикльдерін қарастырайық. Бізде екеуінің қолданылу мақсаты бір, бірақ кішкене ғана айырмашылығы бар. Мысалы, n артиклін біз vowel, яғни дауысты дыбыстан басталатын зат есімдердің алдына қоямыз. Мысалы, n orange. Orange деген бізде o әріпі дауысты дыбыстан басталып тұр, сол себепті n артиклін қоямыз. Келесі бізде a. Ол бізде дауыссыз, яғни consonant басталып тұр. Сол себепті оның алдына a қоямыз. Мысалы, a book дегенде бізде book зат есім, яғни ол b дауыссыз дыбыстан басталып тұр. Айырмашылығы тек қана осы дауысты не болмаса дауыссыз дыбыстан басталған зат есімдерге байланысты екен. Енді біз a мен n-ні қай кезде қолданамыз, соларды қарастырайық. Ең алдымен біз затты алғаш айтқан кезде. Мысалы, сіз көшеде кетіп бара жатасыз, сол кезде көшеден бір бұрын соңды көрмеген, бір алғаш затты көрген кезде a артиклін қолданасыз. Мысалы, there is a cat outside. Яғни сырт жақта бір мысық бар деп ең алғаш көрген кезде, біреуге соны сипаттап айтып беріп жатқан кезде сіз a артиклін қолданасыз. Келесі бізде бірнеше топтағы кез келгенін айту. Мысалы, climate protection is a challenge for our entire society. Яғни, бірнеше топта сіз кез келген бір мәселені, не болмаса басқа да тақырыптарды айтқан кезде осыны қолдана аласыз. Енді мысалды аударатын болсақ, біздің қоғам үшін климатты қорғау өте қиын мәселелердің бірі дейді. Яғни біздің қоғамда негізі өте көп мәселелер бар, бірнеше топтарға бөлінген деп қарастырайық. Мысалы, кедейлік, не болмаса қылмыс, сол секілді тағы да көп деген мәселелер бар, тақырыптар бар. Сол бірнеше топтағы тақырыптардың ішінен именно біз мысалы климатты қорғау туралы айтып отырмыз. Яғни кез келген бір проблеманы айтып отырмыз. Соны айтқан кезде біз осы a не болмаса n-ді қолданамыз. Келесі бізде топтарға жіктеген кезде. Мысалы, Envisat is a fully cubed observation satellite. There are different kinds of satellites. Яғни, бұл жерде Envisat деген толығымен жабдықталған, бақылауға арналған спутник. Сателлайт деген бізде спутник деп аударылады. Яғни бұл жерде спутниктардың түрлері өте көп, және де соның ішіндегі именно сіздерге осы Envisat дегенді атын атап түсіністеп отыр. Мысалы, сіздер қарапайым мысалмен қарастыратын болсақ, сыныпта ашық сабақ өткен кезде бірнеше топтарға бөлінесіздер. Сол кезде именно сол 3 топқа бөлсеңіздер, сол бірінші топта айтқан кезде мысалы деген секілді осы a не болмаса n артиклін қолдана аласыздар, яғни топтарға жіктегенде. Келесі бізде мамандық айтқан кезде. Мысалы, my brother is an engineer, яғни менің ағам инженер. Не болмаса, my sister is a doctor, менің әпкем дәрігер деген секілді. Не болмаса, a nurse, яғни мейірбике деп қолдана аласыздар. Келесі бізде тек қана жекеше және де саналатын затқа. Бұл енді өте маңызды жаңағыдай ережелердің бірі, өйткені біз a мен n-ді тек қана жекеше тұрған және де саналатын заттарға қолданамыз. Мысалы, there is a bag. Мұнда сөмке бар. Егер бұл көпше түрде болса, онда бізде a артиклі түсіп қалады. Мысалы, there are bags. Яғни онда сөмкелер бар деп көпше түрде айтқан кезде a түсіп қалады, бізде bag сөзіне a шалғанып кетеді. Енді бізде келесі the артиклін қарастырайық. Жалпы біз осы a мен n артиклін өзімізге таныс емес заттарға айтамыз. Яғни бұл бізде көбінесе белгісіздік артиклі деп аталады. Ал the бізде көбінесе белгілілік артиклі деп аталады. Яғни бірінші қолданылуы да сонымен байланысты бәріне таныс затты айтқан кезде. Мысалы, there is a cat outside. The cat is brown. Яғни біз бағана бірінші мысалда there is a cat outside деген мысалды қарастырдық. Яғни сіздер мысықты ең алғаш рет көріп тұрсыздар, сол себепті a-ді қолданасыздар. Одан кейін уже екінші рет айтқан кезде ол мысық туралы айтып жатқаныңыз барлығына
таныс белгілі. Сол кезде сіз уже cat яғни затесінің алдына the артиклін қолданасыз. The cat is brown деген секілді. Келесі бізде жалпы әлемде жер бетінде кездесетін бірақ штугы бар деп айтамыз ғой. Бірақ сондай штугы бар заттарға қолданамыз. Мысалы, the sun is yellow. Яғни күн бізде әлемде біреу-ақ, сол себепті алдына the-ні қоямыз. Яғни белгілілік артиклі негізі the-нің атқаратын қызметі. Күн ол тек қана біреу, ол бәріне белгілі деген секілді. Келесі бізде әлемде тек қана бір-ақ рет кездесетін заттардың арнайы сіздерге тізімі берілген. Бұларды толығымен жаттап алу керек. Мысалы, the earth, яғни жер. Жер бізде әлемде біреу-ақ. Және де біз ғасырларда айтқан кезде де осындай the артиклін қолданамыз. Өйткені ғасырларда бізде тек қана бір-ақ рет кездеседі. Бір ғасырда бір-ақ рет деген секілді. Мысалы, бізде 18-ші ғасыр, 19-ші ғасыр деп айтқан кезде осы the артиклін қолданамыз. Мысалы, бізде 18-ші ғасыр 1, 18-ші ғасыр 2 деген секілді атаулар мүлдем жоқ. Келесі бізде the government. Соңында t әрпі болу керек, яғни үкімет. Үкіметте бізде біреу-ақ the prime minister, the president деген секілді. Бізде президент деп, премьер-министр деп барлығы тек біреу-ақ. Сол себепті алдарына the артиклін қоямыз. Келесі бізде күшейтпелі шырай. Бұл жерде енді кішігірім жаңағыдай ерекшелік байқауларыңыз мүмкін. Өйткені біз бағана басында айтып өттік, біз артикльдерді тек қана зат есімдерге пайдаланамыз дедік. Ал осы күшейтпелі шырайларға келген кезде, яғни біз артикльдерді adjective, яғни сын есімдерге пайдаланамыз. Сын есімдер деген бізде заттарды сипаттайды. Мысалы, ұзын, қысқа, не болмаса түсін деген секілді. Мысалы, the tallest girl in our class is Saya. Яғни біздің сыныптағы ең үлкен қыз, яғни бойы ұзын қыз, ол Saya деген секілді. Яғни күшейтпелі шырай деп өзі айтып тұрғандықтан, ең деп бір нәрсені сипаттайтын болсаңыз, онда осы the артиклін қолданасыз. Келесі бізде музыкалық аспап атауларына. He plays the piano. Яғни ол пианино ойнайды. Келесі бізде нақты жалпы есімдермен, яғни жалпы есімдер ол бізде адам атаулары, жаңағыдай географиялық атаулар, қала аттары деген секілді барлық бас әріппен жазылатын атаулар кіреді. Бұлардың тізімі өте көп болғандықтан мен оларды бөліп жаздым. Солардың біріншісі ұлт атауларын айтқан кезде. Мысалы, the British, the Chinese, the Kazakhs. Яғни британдықтар, қытайлықтар және де қазақстандықтар. Яғни бұл жерде шатасып қалмаңыз, біз мемлекет емес, біз ұлт айтып отырық. Яғни Қазақстан деген мемлекет болса, қазақстандықтар деген бізде ұлт өкілдері деген секілді. Осы ұлт өкілдеріне біз the артиклін қолданамыз. Келесі бізде өзенге. Мысалы, the Nile, the есіл деген секілді. Яғни Ніл, есіл өзендері деп айтқан кезде the артиклін қолданамыз. Келесі бізде аралдар. The Maldives, the Philippines, the Seychelles. Яғни Сейшел аралдары деген секілді айтқан кезде. Келесі бізде тау жоталары. Бұл жерде шатасып қалмаңыз, тау деп тұрған жоқ, тау жотасы, яғни таулардың биік нүктесі деген секілді. The Alps, the Himalayas, яғни Гималай, не болмаса Альпі тауларының нүктесі деген секілді.